Мысалы мынандай бір әңгіме айтылады, бір шайтан жылап отыр дейді. Содан үлкенірек бір шайтан келіп, сен неғып жылап отырсың десе, мына жерде бір екі дос тұрады, солардың арасынан мен түсе алмай қойдым, екеуін бір-біріне жау қыла алмай қойдым, екеуін ұрыстыра алмай қойдым дейді. Біреуінің көзі көрмейді дейді, екі көзі, біреуінің екі қолы жоқ дейді. Бір-біріне себепші болып, екеуі дос болып өмір сүріп жатыр дейді. Мен солардың арасына қанша түстім, бірақ ешқандай нәтиже жоқ дейді. Сонда жаңа үлкен шайтан айтыпты, ой, ол түкті емес, жүр, қазір мен саған көрсетейін дейді. Сосын келіпті, кім бар деп шақырса, қолы жоқ, көзі көретін дос шығады. Сосын қамшысын алады да, жаңа шайтан арқасынан бір осып, мынау саған дейді. Екінші рет ос жібереді да, мынаны досыңа бер дейді да, кетіп қалады. Сосын бір күн өтеді, екі күн өтеді, үшінші күні жаңа көзі көрмейтін дос айтады, досым, өткенде бір кісі келді ғой. Сонда мынау саған, мынау досыңа бер деп айтты ғой. Сол берген аманатын неғып бермейсің дейді. Сосын айтады, ол ештеңе берген жоқ, ол мені ұрып кетті дейді. Сосын айтады, жоқ, мен өз құлағыммен естідім ғой. Ол мына досыңа бер деп айтты ғой дейді. Содан екеуінің арасында сынақ түседі де, екеуі ақырғы ажырасып, екеуі екі жақ кетеді. Міне достық деген мәселе сондай сынақтардан тұрады да, сол сынақтардан өтсе, онда адам дос болады. Ол сынақ бәр кезде де болады. Ол бұрынғы заманда да, қазіргі заманда да, болашақта да сондай болады. Жас кезінде бәрі дос. Бірақ біздің жасымызға келген кезде, мыналар біледі ғой, достардың өзі жаңа кім айтқандай електен еленіп, сиреп, азайып, өйткені жаңа көп сынақтардан өте алмай қалады көп достар. Кейде өзің өте алмай қаласың, кейде басқа досың өте алмай қалады, кейде бір пендешілік жеңіп кетеді. Сондықтан дос деген өте бір ауыр, екінің біріне беріле бермейтін, мүлдем досы жоқ адамдар да бар деп айта аламын мен. Өйткені ондай қасиет, ондай адалдық екінің біріне берілмейді. Достық Құдайдан, дос пайғамбардан деп айтамыз ғой. Бірақ пайғамбар да екінің бірін дос қыла бермейді шығар деп өзім ойлаймын солай. Өзіңіздің жаңағы сынақтан өткен достарыңыз көп пе? Жас кезімде мен де ойлайтын достарым көп деп. Бірақ өкінішке орай біраз өмірден өтіп кетті, қайтыс болып. Енді соның ішінде енді қалғаны бар енді.